Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге энтеровирусты инфекция немесе ауыз аяқ қол ауруы немесе коксаки инфекциясы мен бөлісетін боламын. Жалпы энтеровирусты инфекция дегеніміз коксаки вирусымен шаққарылатын жедел вирусты инфекция. Бұның симптомдары қандай болады? Дене қызуының көтерілуімен, әлсіздікпен және де бөртпелердің, яғни бөртпелердің ауыз қуысының ішіне және де ауыздың айналасына, табанға және де алақанға бөртпелердің шығуымен сипатталады. Кей кездерде жамбасқа және санға шығуы мүмкін. Бұл кезде бөртпелердің сипаттамасы қандай? Бірінші көпіршік пайда болады, көпіршік жарылады, одан кейін шараға айналады. Міне, бұл энтеровирусты инфекция. Қазір, яғни жаз айы осы энтеровирусты инфекцияның сезоны. Яғни бұны қалай емдеу керек? Ешқандай арнайы ем жоқ, яғни вирусқа қарсы препараттармен емдеудің қажеті жоқ. Яғни виферон, анаферон, ацикловир деген сияқты препараттарын мүлде емдеудің қажеті жоқ, өйткені олардың әсері дәлелденбеген. Сондықтан да бұл жерде симптоматикалық емді қолданамыз. Яғни баланың қызуы көтеріліп жатса, онда парацетамолды немесе ибуфенді баланың салмағына қарай өлшеп береміз, көп мөлшерде сұйықтық береміз, баланы далаға шығарамыз, үйді желдетеміз және де үйдің ылғалдылығын және температурасын өлшеп отырамыз. Яғни ылғалдылығы 50 мен 70 аралығында болу керек, ал үйдің температурасы 18 және 22 градус Цельсийдің аралығында болу керек. Және де бұл аурудың бір жақсы жері өзімен өзі кетеді, яғни 5-7 күннің ішінде. Тек сіз симптоматикалық емді қолдансаңыз болғаны.